Сәлем достар, бұл Юрта онлайн арнасы, мен Жандос Сейдалин. Әдеттегідей біз аптаның ең қызықты жаңалықтарын жинадық. Қазақстан Біріккен Араб Әмірлігі Барака атом электр станциясы үшін отандық табиғи уран концентратын жеткізуге келісім шарт жасады. Құжатқа Қазатомөнеркәсіп пен Emirates Nuclear Energy Corporation энергетикалық компаниясының басшылары қол қойды. Келісім шарттың көлемі мен шарттары әлі жарияланған жоқ. Шетелдік әуе компанияларына Қазақстанның ірі қалаларына ұшақтардың жиілігі мен түрлеріне шектеусіз ұшуға рұқсат етілді. Әуе компаниялары ашық аспан режимі әрекет ететін әуежайларға рейстерді орындай алады. Қазақстанның төрағалығымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің ұлттық үйлестірушілер кеңесінің отырысы өтті. Қатысушылар еліміздің Шанхай ынтымақтастық ұйымын нығайту және дамыту, сондай-ақ ынтымақтастықты практикалық шаралармен толықтыру жөніндегі ұсыныстарын қарастырады. Еске салай, Қазақстан ағымдағы жылдың шілдесі мен 2024 жылдың шілдесі аралығында Шанхай ынтымақтастық ұйымының төрағасы болып табылады. Астанада робот-ассистент алғаш рет буындарды алмастыру бойынша 5 ота жасады. Екібастұзда ферроқорытпа шығаратын зауыт салынады. Кәсіпорын жылына 80 мың тонна ферросилиция өндіретін болады. 520-дан астам тұрақты жұмыс орны ашылады. Қазақстандық ферроқорытпа экспорты артады. Жобаға құйылатын инвестиция көлемі 113 миллиард теңгеден асады. Іске қосу мерзімі 2025 жыл. Астана оңтүстігінде орыс мектептерін ашу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Мүмкін Ресейден келген мұғалімдер болады, бірақ бәрі емес. Оның аясында тәжірибе, бағдарламалар, жобалар алмасу жоспарлануда. Қазақстанда 3 мектеп, Ресейде де 3 қазақ мектеп ашылады. Ақтөбе облысында қой жүнінен экологиялық таза жылу оқшаулағыш материалдар шығаратын зауыт іске қосылады. Жалпы инвестиция көлемі 5,3 миллиард теңгені құрайды. Ресей жақын арада Көкшетауда жылу электр станциясының құрылысын бастайды. Оның құрылысына 3 жыл қажет. Естеріңізге сала кетейік, Көкшетау республиканың жеке электр қуатының көзі жоқ және жыл бойы ыстық суы жоқ облыс орталықтарының бірі болып табылады. Жылу электр станциясының құрылысы экономикалық тиімсіз жылу жүйесін электр және жылу энергиясын өндірудің жоғары тиімді аралас әдісімен ауыстыруға мүмкіндік береді. Өскемен мен Семейдегі жылу электр станцияларының құрылысына Ресейде тартылады. Қытайлық компания Қазақстанда 4 электр станциясын салу бойынша тендерді ұтып алды. Жасыл энергетика нысандарының құрылысы бойынша тендерді Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі өткізді. Қостанай және Түркістан облыстарында жалпы қуаты 170 мегаватт болатын 4 станция орналасады. Еуразиялық экономикалық комиссия елдері одақтың ішкі нарығына көбірек көңіл бөле бастады. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің макроэкономикалық көрсеткіштерінің көпшілігінде өсім байқалады. 2026 жылға қарай одақ елдері арасындағы өзара сауда көлемі 100 миллиард долларға дейін артады деген болжам бар. Қазақстан мен Иран тауар айналымын 3 миллиард долларға жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарына қол қояды. Еуразиялық экономикалық комиссия мен Иран еркін сауда режиміндегі толық ауқымды экономикалық интеграция моделіне көшу және салалық ынтымақтастықты тереңдету қарсаңында соңғы 3 жылда Еуразиялық экономикалық комиссия мен Иран арасындағы тауар айналымы 2 есеге өсті. Екі жақтың бизнестері ынтымақтастық жағдайын одан әрі жақсартуға мүдделі. Осы айдың соңына дейін толық ауқымды келісімге қол қойылады. Иран Еуразиялық экономикалық комиссиясымен еркін сауда аймағын құру туралы келісім жасасады. Қол қою 25 желтоқсанда Санкт-Петербургтегі одақ саммитінде өтеді. Өзбекстанда South ACWA Power және қытайлық Power China компаниялары қуаттылығы жылына 3000 тонна жасыл сутек өндіру жобасының бірінші кезеңін жүзеге асыруға кірісті. Негізінде бірінші кезең пилоттық, екінші кезең аяқталғаннан кейін 2,4 гигаватт жел энергиясы жылына 500 мың тонна жасыл аммиак шығарады. Қаңтар мен қыркүйек аралығында Қырғызстанға өткен 3 жылдағыдан да көп көлік әкелінді. Қырғызстан Қазақстан шекарасына жақын жерде ерлік немесе батырлық логистикалық орталық салуды көздеп отыр. Ел үкіметі мен Алканов Group компаниясы Қазақстанмен шекараға жақын жерде ауданы 110 мың шаршы метрден асатын батыр логистикалық орталығы логистикалық кешенін салу туралы инвестициялық келісімге қол қойды. Орталық құрылысына Шу өңірінен 23,5 гектар жер телімі бөлінді. Жобаның жалпы күтілетін ұзақтығы 10 жыл. Инвестиция көлемі 20 миллион доллар.
Көшіп келгендердің 40%-ға жуығы Ресейге оралды. Бұл көрсеткішті басқа елдерде тұруға рұқсат алуға көмектесетін мамандар береді. Абсолютті санмен елде оралған отандастар 170-тен 330 мың адамға дейін болуы мүмкін. Олар құжат алу мен ақша табудың қиындылығынан кері қайтып жатыр дейді мамандар. Баку мен Ереван тұтқындарды айырбастауға келісті. Әзербайжан Республикасы 32 армян әскери қызметкерін босатты. Өз кезегінде Армения, Әзербайжан қарулы күштерінің 2 әскери қызметкерін босатады. Сондай-ақ елдер өзара сенімді нығайтуға ниетті және халықаралық қауымдастықты осы күш-жігерді қолдауға шақырды. Бұл шағын қадам Кавказдағы бейбітшілікті нығайтады деп сенейік. БРИКС және Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің алтын қоры алғаш рет ақш қорындағы алтын көлемінен асып түсті. Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен БРИКС елдерінде долларға тәуелділіктен арылу байқалды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров төлемдер үшін доллардың орнына ұлттық валюталарды қолдануға жылдам көшу БРИКС елдері мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы арасында баламалы төлем жүйелері қарқынды түрде енгізіліп жатқанын айтты. Ресей Федерациясының 2024 жылы БРИКСке төрағалығы кезінде кейбір шешімдер қабылдау мақсатында БРИКС елдерінің қаржы министрліктері мен орталық банктері басшыларының баламалы төлем платформалары бойынша ұсыныстарын қарау жоспарлануда. Аргентина қымбат жарналарды сылтау етіп БРИКСке қосылу идеясынан бас тартты. Бұл туралы елдің жаңа үкіметі мәлімдеді. Қазіргі уақытта Аргентинада БРИКС жаңа даму банкіне міндетті кіру жарнасын төлеуге жеткілікті ақшасы жоқ. Қауымдастыққа интеграцияны тоқтату туралы шешім жаңадан сайланған президент либертариан Хавьер Майлидің саясатының бір бөлігі болуы мүмкін. Сайлау науқаны кезінде ол елдің БРИКСке қосылуына күмәнмен қарайтынын айтты. Аргентина 2024 жылдың 1 қаңтарында одаққа қосылуы керек еді. Еуразиялық қайта құру және даму банкінің Өзбекстанға салған инвестициясы 3,5 миллиард еуродан асты. Сонымен қатар бұл қаржы институты инвестицияның 60%-ын жеке сектор құрайды. Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания және Малайзиядан келген қарапайым төлқұжат иелері үшін визасы саясаттың бірінші күні Қытайға барлығы 2029 адам кірді. Еске салайық, Қазақстанда визасыз режим 2002 жылы жұмыс істей бастады. Елімізге бірінші болып Ресей, Беларусь, Қырғызстан және Тәжікстан тұрғындары 90 күнге визасыз келген. Фон дер Ляйенге қатысты жанжалды тергеп жатқан Францияның Еуропарламент депутаты Мишель Риваси бір түрлі жағдайда қайтыс болды. Куәгерлердің айтуынша, заң шығарушы Брюссельде Еуропалық комиссиясының басшысы Урсула фон дер Ляйенге қатысты жанжал бойынша ауқымды деректеме дайындап жатқан Еуропарламентке бара жатқанда жүрек талмасынан қайтыс болған. Риваси бұрын ешқашан жүрек ақауларына шағымданбаған. Еске салайық, қазан айының басында Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен мен Еуропалық кеңес басшысы Шарль Мишель Украинаға қатысты жанжал мен Еуроодақтағы билік үшін күресті тудырған болатын. Ал әзірге осы, келесі маңызды жаңалықтарды жіберіп алмас үшін Юрта онлайн арнасымен бірге болыңыздар. Келесі шығарылымға дейін сау болыңыздар.